Бәріңізге сәлем. Менің есімім Мөлдір. Екі қыздың анасымын, тұрмыстамын. Жасым 29-да. Қазір мен енді декреттік демалыстан шығып, жұмыс іздеу барысындамын, бірақ маған жұмыс берушілер стаж сұрайды. Менде стаж жоқ. 5 жыл декретте отырдым. Оның алдында 6 ай ғана жұмыс жасағам, ол аз деп айтып жатыр да. Енді өзіме ыңғайлы график таппай жатырмын. Таңертең қыздарымды садикке алып барып, кешке қарай күтіп алатын уақыты сәйкес келмей жатыр. Енді мен үйде құр отпай, бірдеңемен айналысайын, қалай да былай ақша табайын деп ойлайсың ғой, енді ана болғаннан кейін, әйел болғаннан кейін кішкене көмек болсын деп. Енді менің кішкене осы өзіміз тұратын ЖК-ға бар. Полуфабрикаттар бар, өзім дайындап, қолмен істеп, свежий етіп сатамын. Менде міне осылай фарш бар. Ой, фаршированный перец бар. Неки. Енді бұдан кейін самса бар. Өте дәмді. Өзім мастер-классқа қатысып, өте керемет рецептерді тауып алғанмын. Одан кейін мына жерде қаттама бар. Қаттама екі түрлі, пиязбен, пиязсыз, сосын пельмени бар. Осылай кішкене болса да ақша тауып жүрген жайым бар. Енді қазір сыртқа шығайын деп жатырмын. Сыртқа шығып, күйеуімнің осылай маска қосып алдым. Бұның алдындағы видеода маска қоспай, кәдімгі камераның видеосымен түсіп, түрімді көріп шошып тұрмын. Қазір енді сыртқа шығуға дайындалып жатырмын. Күйеуімнің жұмысынан барып, оның сататын заттарын жарнамалауға, инстаграмға салуға, таргет жіберуге, фото, видео түсіруге көмектесіп жүрмін. Қазір киініп, киімді ауыстырып, сосын жолға шығамын. Заказдарымды бергеннен кейін майдың сасымасын деп шомылып, басымды жуып алдым. Күйеумен кептірдім десем, шашым келіппей кетті. Әйтеуір өтірік осылай кептірдім да, сосын боянуға кірістім. Заттарымның барлығын қойып алдым да, бірдеңеге жүгіріп барып келін ұмытып қалдым уже. Содан кейін кремге барған екен ғой. Крем жақсам жағылмайды, бетіме өшіріп тастадым, қайтадан SPF-імді жақтым, тоналкамды жақтым, жақсылап бір тегіс етіп, уыз тоналка әйтеуір үнемі қолданам, ұнайды уыз тоналка. Одан кейін қасымды реттедім, көзімді боядым. Көзімді бояп, одан кейін тушпен боядым. Туштың ішінде байғыз қалмаған шығып әйтеуір кішкене ретке келдіріп алдым. Жағылып кеткен жерлерін өшіріп, ернімді қаламмен боядым. Әтірімді септім, көзіме кіріп, аузыма кіріп кетейін деді. Шашымды тез тарап, наушнигімді тақсам заряд жоқ екен, тастап кеттім. Очкиімді тағып, есігімді құлтап кеттім. Осылай көшеге шығуға дайынмын. Шашым кішкене кеппеді, бірақ асығып тұрғаннан кейін шығып кете салдым. Қазір даладағы желге кеуіп қалады. Даладағы желді көресіздер. Қатты жел болып отырған еді. Все, мен кеттім. Автобусға отырдым да жұмысқа қарай кеттім. Складқа келдім, обойларды түсірдім. Одан кейін ламинаттар бар, залды түсірдім. Осылай контент жасап, инстаграмға, тиктокқа салдым. Обойларды көрсеттім. Түрлерін барлығын ашып, елка ламинаттарды көрсеттім. Барлығын рилсқа монтаждап салып қайттым. Достар, мен үйге келдім. Асыға жүгіріп, сағат 5-тен кете келдім. Қыздар садиктен күтіп алып, 6-да заказдарым бар еді, самсам бар еді, оны бердім. Тағы да 1-2 заказдар болды, оларды бердім. Енді кешкі тамақты ішіп алып, сыртқа ойнауға шығайын деп жатырмыз. Баршаңызға рахмет. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, келесі видеоны күтіңіз.